Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалуы оп-оңай әрі көп затты керек етпейтін сметанник пирогын жасайтын боламыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қолдап кетсеңіздер, мен өте қатты риза болып қаламын. Бізге осындай ұн, разахетел, сары май, қант, жұмыртқа керек болады. Мен разахетелді ұнға араластырып алдым. Ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз және ертілген сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай араластырып аламыз, қолымызға жабысады, пока біріккенше. Сол аралықта үстіне жұмыртқамызды шағып салатын боламыз. Енді қамырымызды біріктіреміз. Міне бізде осындай тесто болып шығады. Өте жұмсақ. Қараңыздар, міне осындай болып шығады. Сол аралықта кольцомызды дайындайтын боламыз. Менде осындай кольцо диаметрін 24 қылып алдым және астына фольга төседім. Сіздер кольцо қолданбай, форма қолдансаңыздар да болады. Осылай астына фольгамды төсеп алдым және кольцомды үстіне қойып, жан-жанын фольгамен жауып шығамыз. Міне дайын болды. Енді тестамызды екі бөлікке бөліп, бірінші бөлігінен кішкентай алып қаламыз және екінші бөлігін кольцомыздың ішіне жайып шығатын боламыз. Қолымызбен бәр жағын бірдей етіп, осылай жайып шығамыз. Дәл мен айтқан рецепті істейтін болсаңыздар, өте оңай пирог. Әрі өте керемет болып шығады, бір жасағынан шығатын пирог. Міне дайын болды. Енді бірінші алып қалған тестамызбен осы жандарын осылай ұзынша етіп жауып аламыз. Міне қолымызбен басып бірдей етіп жауып аламыз. Бұны жауып жатқан себебіміз біздің қазір сметанамызды, кремімізді құятын кезде ағып кетпеу үшін. Бокалдың көмегімен осылай түзулеп шықсаңыздар да болады. Осылай үстін басып торлап алдым мен. Тестасын әдемілеп жайып дайындап алдық. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Менде 20% қаймақ, үстіне қантымызды саламыз және 4 жұмыртқамызды саламыз. Ванилин қоссаңыздар да болады, ол өздеріңіз қалауларыңызша, мен қосқан жоқпын. Енді осындай венчиктің көмегімен біркелкі болып шыққанша, масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Қатты араластыруға болмайды. Осындай ақырындап отырып, біркелкі масса шыққанша араластырып аламыз. Міне осындай масса болып шығады. Енді осыны тестамыздың үстіне ақырындап құямыз. Осылай жәмендеп құйып аламыз. Міне құйып алдық. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Әбден суығаннан кейін барып кольцосынан ажыратасыздар. Оған дейін ажыратуға болмайды, өйткені ішіндегі начинкасы ағып кетуі мүмкін. Су үшін бізге примерно 1-2-3 сағаттай керек болады. Содан кейін барып кольцосынан ажыратып аласыздар. Менікі әбден суып шыққаннан кейін барып міне ажыратып алдым. Осындай болып шығады. Өте дәмді әрі жасалуы оп-оңай. Менің рецептіммен жасап көрсеңіздер, бірден шығатыны сөзсіз. Міне осындай болып шығады. Жасап көріңіздер. Көп затты да керек етпейтін пирог. Жасалуы оп-оңай.
және менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттеріммен бөлісетін боламын. Рецептісін описание бөліміне қалдырып кетемін. Сіздермен болған Динара ас болсын.